Сол күні әкесі әккілігіне салып, бүгін қызыл сиырды падаға айдаудың қандай мәні барын бала көңіл түсініп, түйіп те түсіне алмады. Қайда апарамыз деп те сұрады жолға шығарда. Бұл оның тілінен шыққан соңғы сөз болды. Әзім сөзін сауалмен аяқталдады. Қазір көресің деген сүлесоқ жауап естіген еді. Бір қора сиырдың ортасында басы төрт бір шабадандай дәу қара бұқа түксиіп жүріп, бір сәтте өзі қалаған сиырдың жан басына жабыса кетті. Лездеме бұқалық міндетін атқарып болып, қара жерге шәуетінің қалған құтқанын ағызып тамызып, басын төмен салып, айналып біраз жүрді де, тағы да екі аяғын көтеріп, қалаған жамбасқа қонжая кетті. Ұйлыққан қысыр сиырлар былшық көздерін анда-санда бір жұмып қойып, бастары салбырап, кезек күткендей сыңайы бар. Бір кезде әкесі қораны сырттай қарауылдап жүрген жігітке 3 сомдықты ұстатып еді. Әлгі ағаш есікті ашып тастап, қара бұқаны сыртқа шығарды. Бұқа боз топырақты салақтаған жалпақ тілімен бір-екі жалады да, белі жіңішке қызыл қашарға тұра ұмтылды. Қызыл қашар бір тұтам белі майысса да, өзінің аналық міндетін атқарсам деп шыдап бағып, аузынан сілекейі ағып, теңселіп кетіп, тізесі бүгілмей көзін жұмып қалды. Иіліп сиырдың жамбас тұсына қараған әкесі, әдемі деп таңдайын қақты. Оның несі әдемі екенін Әзім біле алмады. Қай жері әдемі деп те сұрай алмады. Қасап әке жатырға сүңгіп кеткен қызыл біздің ертеңгі бұзау бүрсігіні торпақ тайынша екенін балаға білдіріп ашып айтпады. Сосын төмен иілген әкенің қасына келіп, Әзім де еркек пен ұрғашының жануарлық жыныс қатынасына таңғала шұқшиғанда, алдыңғы аяғы талғандай жамбастан ауыр салмақты алып түскен бұқа көздерін алартып тұра ұмтылды. Бала тұра қашты. Зілмауыр бұқа жамбастан түскенде жүйрік болып кетеді екен. Балаға жетіп қалып, үшкір мүйізін дәлдеп басын төмен сала бергенде, ол шалт бұрылып етпетінен түсті. Бұқа басын шайқап қатты сілкіді. Топыраққа аунап түскен бала мүйізге үлінбей қап, ентіккен бұқа екпінмен алға озды. Бері қаш, бері қарай қаш деп айқайлаған әке бәрде қызғаныштан болғанын білді. Адамның қызғанышы жануардың қызғанышының жанында жолда қалады екен. Бұқа тектес дүлей нәпсісі қозған шақта ештеңені көрмейді. Бекер үңіліп, бекер кедергі келтірдің деген иірім ой ішіне үйірілген әке бері қаш, бері қарай қаш дегеннен басқа әрекетке бара алмады. Үңілуді өзі бастаса да, көргенін, істегенін баланы көңіл шіркін кінәлай берді. Бала орнынан ұшып тұрып, бері қашқанда ауыр буырылған бұқа артына жетіп те қалған еді. Әкеге қарай шалт қисая бұрылғанда күпәйкесінің жеңін іліп, мақтасын бұрқыратып кетті. Баланың жан дауысы шықты, бірақ бұрынғыдай емес, бір түрлі бұрқынған, бақырған, қосылдаспаған доңыз дауыс естілді. Бір жерің ауырып қалған жоқ па? Деген әке сауалына жауап бермей, есалаң адамша ентігіп, айдалаға қарай безек қағып қаша жөнелді. Қара бұқа нәпсінің мазағын және мазасын алған екеудің дегендей әкесіне алара бір қарап, баласының соңынан тағы да тұра қуды. 3 ай сүрленген жүгерімен күн жара беріп бағып, мәйегі тамған бұқаны іске алған Бертай аяқ астынан келген 3 сом үшін бір қора сиырдың обалына қалдым-ау деп жан ұшырып бара жатқан баладан гөрі ұйлыққан бір қора сиырдың қамын ойлап, бұқаның соңынан тұра жүгірді. Бала бет алды бесіп барады. Бұқа тайраңдап соңынан тартып барады. Қолына жұп-жұмыр қарағаш іліккен бұқа бағушы айналып барып, қиялдап кеп, бұқаны қақ маңдайдан екі қойғанда, ол есін жиып алып кері бұрылды. Бақырып шақырған баланың айқайы ауаға сіңіп, өзі көз ұшында көрінбей қалды.
Маңдайына соққы тиген қара бұқа қайқылдап келіп ашық есіктен екпінмен кірген бетте өзі кепеттес жуан бел сиырдың жалпақ жамбасына жабысып түсе сала демін алмастан тағы да екі аяғының арық сиырдың артына артты. Өшін ұрғашыдан алмаққа ұмтылғандай өршеленіп өз ісіне құмбыл кірісіп сыртта тұрған жіңішке бел қашарға басын бұрып қарамады да. Екі асылуы керек еді, екіншісі болмады. Атаңа нәлеттің баласай деп қақсаған әке қаңғып кеткен ұлын емес, қан базарға түсер ертеңгі ірі қараны ойлады. Ақсақал, енді 3 күннен кейін әкеліңіз, ашуы тарқамайынша сіздің сиырға асылмайды, деп бұқашы Бертай адал сөзін айтты. Баланы ендігар мұндай жерге ертіп келмеңіз. Атаңа нәлеттің баласай деп қызыл еттің қызығын көрген қасапшы Әбу әлі қос мүйізге бас шіпті іліп, құмары қанбай қалған қызыл қашарды сүйрей жөнелді. Тілден айырылған әзім қалш-қалш етіп дірілдеп, көз алдында басы шабадандай 4 бұрыш бұқаның бұлшық басқан әлем тапырақ қып-қызыл көзі елестеп, сиыр базға жақын моланың шетінде бүк түсіп бұғып жатыр еді. Қою түнге қалдырмай тауып алған ағайын амансың ба деген сауалға жауап бере алмаған әзімнің жүйке тамыры тартылып мұлғау болып қалғанынан бейхабар болатын. Қорыққан шығар, қайтейді дейсің деп бірін-бірі жұбатқан олар үн-түнсіз қалған баланы алдарына салып үйге алып келді. Осы күні қазақтың кең даласында бір қойшының қыстауы өртенді. Қыстау деген аты қасқырдың апанындай терең қазылып, үсті сары қамыспен жабылған қойшының жанына сая үңгір жер кепе еді. Кепенің ортасындағы маздап жанған жер ошақтан ұшқан ұшқын сары қамысқа тиіп, сарылдап жанғанда әуелі ақ қардың табан астындағы сықыры секілді естілді де, қарқын ала гулеген соң дәл бір аттылы әскер дүрсілдеп шауып келе қалғандай жаныңды тітірентті. Жеркепенің азабын айтпа. Нөсер жаңбырда түтін жапқан топырақтан су өтіп, сары қамыстың арасынан төмен саулағанда қойшының үйі кішігірім күлшікке айналатын еді. Қара қазан 3-4 челек дөңгеленген тостақ ерін күйдірген шай кесеге дейін қара суға шөлпілдеп төліп тұрғанда Аяжанға бәрі де қызық көрінетін. Әншейінде водовозға телміріп, ауыз суды поштадан хат күткендей аңсайтын шопан үйінде бір сәтте шөлпілдеп суға толған қазан ошақ пен ыдыс аяқ 7 жасар Аяжанның жанына қызық сезім орнатып, айналаның бәрі таңғажайып тамаша болып көзге ұратын. Кесемен тостағандағы суы нәзік саусағы дірілдеп, өзі шығарып қазан мен шелекті шешесі далаға тастағанда қу ыдыстың бәрі де келмерінен қайта толады. Жаңбыр толастамайды. Орталықтан келген парток пен бас зоотехник қызыл шөберекке бадырайып жазып керегеге іліп қойған. Ел тілегі 50 миллион деген көрнекті үгіттің сумен шайылып кеткеніне қатты өкінді. Неге абай болмадыңыздар деп қабақшытқан парток адамға емес, ұранға қатты жаны ашыды. Таң ата жаңбыр басылды. Партоктың уаз мәшінесіне түнеп шыққан үй ішінің ең кенжесі Аяжан жөтеліп оянды. Шешесі ыстық сүтке сары май салып беріп, тамағы жіпсіп, бойы жылынып, қамыс кепенің іші көңірси бастағанда күн арқан бойы көтеріліп қалғанды. Кеше бұлт артында тығылған күн бүгін бетпердесін ызалана сыпырып, шытынап шығып, жер бетінің апшысын қуарып қалады. Бір сәт жер ошақтан ұшқын тиіп тұтанған сары қамыс көкке қарай үшкір жалын үйіріп лаулай жанды. Әуелі басылар, өшердеп қазақы көнбіс көңілмен үйде бар суды аспанға себелей шашып еді, ұшқын басылмады. Сары қамыс сатыр сұтыр етіп қашқан киіктей дірілдей жөнелді. Шіркін, кешегі суға шөлпілдей толған ыдыс аяқты бірде-бір төңкергенде мынау қызыл жалын қыржиып, басын бұғып, өз-өзінен өшермеді.
барлық қуыс астау бос тұр. Неткен қарама қарсы дүние. Бада-бозда кешікті. Өрттілі сумаңдап алға ұмтылып, кепенің бір бұрышы бұрқ етіп опырылып ішке түскенде Аяжан шошып оянды. Күні бойы өшіріп аламыз деп оятпай, өзі де күркілдеп жүргенде қанып ұйықтасын деп едік. Қарашы, ол көзін ашқанда төбеде жалаңдаған қызыл жалынды көрді. Осы қызыл жалын от үстінде елес болып көз алдынан өтті. Бір тәтті иіс тәмпіш танауын қытықтады. Бұл түтіннің иісі. Қазақ үшін түтіннің иісіне тең келер еш нәрсе жоқ жер бетінде. Ол топырағының, туған жерінің иісі. Апасы мен көкесі осылай деп айтып отыратын. Ол екеуі танауын қытықтаған тәтті иіс құшағындағы тәтті ұйқыны қимады да, шашқан судан түк шықпайтынын біліп, енді оятамыз дегенде. Апа, бұл Аяжанның соңғы сөзі еді. Ол 30 жылға жуық осы сөзді айта алмай қиналып бұрқылдап, тілін тістеп, сағынып жүрді. Шар етіп оянып, көзін ашқан қызды әкесі құшағына алып шешесіне ұсынды. Ол ортасы опырылып түскен кепеден басын ұрып алмай иіле шығып, қыздың аяғын қара жерге дік еткізді. Шошынған бала бет алды безіп кетеді. Аяжан сол күні бұқа қуған әзім секілді бақырып, айтатын сөзін айта алмай, дөрекі дыбыс шығарып, бет алды қаша жөнелді. Артына қарайын десе, жалаңдап қуған өрт тілі жетіп қалғандай көрінді. Сонда да жаны ышқынып артына жалт қарап еді. Қып-қызыл от құшағындағы жер кепенің тіреуі құлап, шаңырағы ортасына түскенін көрді. Енді қайда барып тұрамыз деген балаң ой сәби санаға сырау салғанмен, жалындаған қызыл өрт бір адамның тілін жұтып, меңіреу тұтынғиыққа тартып әкетті. Шешесі әкесіне қарайлады. Ол бір шетін өрт шалған қызыл шөберекті алып шығып, қап-қара болып күйген жерін табанымен таптап, топырақ шашып, жазуды аман есен сақтап қалды. Әнеугінгі парток, бұларың не? Сіз коммунист емессіз бе? Деп қабағын түйіп отырып, ақборды мыжғалап езіп қайтадан жазған. Ел тілегі 50 миллион деген жазу әйтеуір өшірілмей қалды. Әкесі соған қуанғандай, қызы мен әйел жаққа мойнын бұрып қарамастан шүберекті бүктеп қойнына тықты. Айналайын Аяжан, тоқташы дегенде ғана солай қарай бір қарап, өгірікті сайға қарай, екі аяғы жерге бірде тисе, бірде тимей өрекіп бара жатқан қызын көріп, әйеліне айқай салды. Ұстасайшы, қатты қорыққан ғой, таңдайын бас, мен қойға кетем. Әкесі төменге қарай жан ұшыра жүгірген қызының көке деген даусын ести алмаса да, бет алды өріп кеткен қара қойдың бір маңырайынан маңырағанын естіп, құлақ құшымды қандырсам деп асығып кетті. Қара ағдырды артқа тастап, қызыл шөберек қойнынан түсіп алып қалып жүрмесін деп ұранмен белін буды. Жалын басылып, өрттің орны қара түтін болып бықсып, көң иісімен араласып, көкке сілтідей сіңіп кетті. Аяжанды артынан қуған апасы өрт сайда иығына қолын жеткізіп ұстап алғанмен, таңдайын басайын десе, аузын ашқыза алмай әбігерге түсті. Апа демек түгілі есі ауып қалған қыз 32 тістің артына қызыл тілін жасырып, қара түтіні ирелеңдеп, көкке өрлеген жер кепе жаққа қарап, сұқ саусағын шошайтып, ымдай береді. Жер адамның көркі. Жұмыр жердің жұқанасында адам қолы тимеген нәрсе бар мекен осы? Қол аяғы сау адам біздің қоғамда тірліктен тысқары қалмайды. Соның бірі әзім. Ол мұлқау, ол колхоздың қаранары. Таң сызылып атқаннан күн қызарып батқанша қара жұмыс оны күтіп тұрады. Мың түтіні бар ауылдағы білгелі жуан бір жігіт осы. Қойшының тірлігі таусылған ба? Бойжеткен Аяжан тілсіз болса да, қара көзі судай тұнық жанарлы қыз болып өсті. Қазір әкесіне көмекші шопан. Қыздарды сыптай киіндіріп, мұздай темірге алақанын қарып, трактор тізгінін ұстату, аяқ асты ұсынып, қойшы қылу пейілген қазақтың пешенесіне жазылған бір жазу болды.
осы жазуға маңдайын тосқан ұрғаштың бірі Аяжан еді. Қойшы қоймен бірге өріп, қоймен бірге өрістен қайтады. Көктемде қой төлдету, жазда жайлаудың бермесін алып мал семірту, күзде қой қырқым, қырқымға бойында қаруы, қолының еп-себі бар жігіттерді жинайды. Бір қойды бір қолмен домалатып, бір қолмен қас қағымда жалаңаштап тастайтын білегі жуан төрпақ жігіт Әзім еді. Тілі жоқ, ісі өнімді, түскі үзіліске де елдің ең соңынан келеді. Жүн толы теңкиген қаптарды санап, қанардың аузын тігіп жүрген Аяжан сөйлемесе де, саусақ шошайтып ыммен түсіндіріп, көп ішінде тіл табысқан екеуі елдің соңында қалып, мәмілеге келеді. Аяжан адамдардан қорынады, сондықтан сақ жүреді. Тек әке-шешесі ғана ымдағанын түсініп, сілтесін сезіп отырады. Ал мынау қырқымда емес, қызық көруге келгендей көп жастардың біразы бұлардың ымдасқанына аузын басып күле қарайтын секілді. Әзім осында келгелі, Аяжан өзінің тілін тапқан біреу кездескендей жан дүниесі сергіп қалды. Бұлардың тілі шошайған саусақ, үнсіз ымдасу, мылқаудың тілі мың түрлі. Саусақтың ұшы мән мен мағыналға толы. Бүгін Әзімнің сұқ саусағы баяғы өртке оранған жер кепенің төменгі тұсындағы өрік сайға қарай шошайды да, 5 саусақты 2 рет жұмып ашты. Бұл ай туып жұлдыз жамыраған шақ деген еді. Аяжан ұяла жымиды. Әзім сестеніп, еркектің құмарлығын 25-тің беліне әзер құрық салып тұрған еді. Қырқымшылар кешкі 100 грамм тартып алып, қорылға басқанда Әзім көптің ортасынан сытылып шықты. Аяжан шешесіне айтып кетті. Қызы 7 жасында тілінен айырылғалы, анасы әрбір адымын аңдитын болды. Сонда да соңынан келіп қалмасын деп, өріксайға түскенде бұрылып артына бір қарады. Қоңырқай бұтаққа қонақтаған сары өріктің арасынан темекінің жылт-жылт еткен қызыл шоғын көрді. Әзім жар қабақтан төмен қарай, аяғына жұқпай зулап келе жатқан Аяжанды байқап қалып, темекі тұқылын сап, бұтақтан секіріп түсіріп, алдынан шығып қарсы алып, бірден құшағына қысты. Қыздың жұп-жұмсақ омырауына көкірегі тигенде, мылқаудың 25-ке дейінгі құмарлығы аттандап алға шауып, тұншығып, сыртқа сөз болып, шыға алмаған сезімді адуын ызаға жеңдірді. Еріне тигізгенде темекесі шыққан қалың ерінен Аяжан басын алып қашты. Бұл қара күшке салып, қызыл ерінді тістей сүйгенде, қыздың тілінен А деген бір әріп құстай ұшып самғап кетті. Өзі мылқау атанған сайда сағынып жүрген бір дыбысының тілінен қалай самғап кеткенін ол білмей қалып еді. А деп Әзім де қайталады. Ол да қызыл тілінен әрпінің қалай атылып шыққанын сезбей қалды. Мылқау болып қайтқан сайдан әйел болып қайтқанда Аяжан өкінген жоқ. Өзінің тілін түсінген мылқау еркек қайтар жолда ай жарығының астында қолын қайта-қайта ебереңдетіп, саусақ шошайтып, қызға сөйледі. Қорыққа, 2 қабат болып қалсаң алам, біз ондай адамдардың сортынан емеспіз, дегенді айтты. Аяжан көңілді қайтты. Өртенген жеркепеннің орнына салынған қыстау қорыл ұйқы құшағында. Әзім таң атқанша далада жүрейік дегенді сездіріп еді. Аяжан, апам ұйықтамай күтіп отыр, дегенді аңғартты. Сау адамнан гөрі сезімге берілгіш, сөзге берік Әзімнің көкірегі суылдап, өз-өзінен сескеніп, тұла бойын қорқыныш билей бастады. Мылқау адам саңырау, ештеңе естімесе де қалың қорылдың ортасына барып түскісі келмеді. Аяжан А деп жіңішке дыбыс шығарған өрік сайда сидам өскен жіңішке шиді сипалап, таң атқанша темекі шегіп отырды. Жыланша ирелеңдеп талай жыл 12 ай жылжып өтті. Жеркепе ел көз тіккен еңсесі биік қыстауға айналды. Қара бұқаның артында мүйізі қайқайған ұрпақтары қалды. Қос мұңлықтың қосылуына ешкім қарсы болмады.
қайта бірін-бірі тапқанын қарашы дегендей жұрт іштегісін бетіне шығарып жымия қарады. Мұны естімегенмен көз шіркін көрмейін десе көреді. Көз бәріне куә. Адамдардың айтқайын естімесе де ауыздары жыбырлап, айыздары қанып жатқанын іштері сезеді. Тойда кісі көп болды, арнау сөз де көп айтылды. Бірақ екеуі де той тезірек тарқап, саусақ шошайтып, қағып сөйлескенше асықты. 7 жастан 25-ке дейін буырқанған сезімін сөз қылып шығара алмай ішінде сақтаған Аяжан Өрксайдан кейін бірден аяға ауырлап қалған еді. Содан кейін 10 адамды өмірге әкелген сайын соларға біз екеуміздің мылқаулығымыз дарымай туса екен деп іштей Алладан тіледі. Екеуміз де сөйлеп тудық қой деген дәлел ғана үнсіз семсер сілтесіп, жүректі қан-қанат еткен уайымға араша түсіп, біз осылай мәңгі мұқау болып қалғанымыз ба? Біз балаларымыздың тойында тілек айта алмай кетеміз бе? Біз сөйлеп туып едік қой деген ой 10 нәрестенің жөргегін жуған Аяжанды да, әкелік борышын тілсіз атқарған әзімді де соңғы кездері жандарын шырқыратып бір белгісіз бұлқынысқа салды. Әрпін дыбыс қылып ұшыраған сәтте алаулаған арманмен жатырға түскен тұңғыш перзент Алтынай әнші болып туды. Әуенді құлақ қойып ести алмаса да, екеуі қыздары қатысқан концертке барды. Бұлар неғып жүр деген сөзді мәдениет сарайы алдындағы адамдардың көзінен оқып қалады да, қайтсын, әке-шешесі емес пе деген жазудың шірмікпей шығып келе жатқанын тағы да көздері көреді. Төзімі тастай екі мұңлықтың көкірегінде қуаныш, ренішке терісі кең көңілде орында жоқ еді. Алтынай сахнаға бірден шыға қоймады. Сахна пердесі қайта жабылып түрілгенше тек басқалар шырқады. Үзілісте де екеуі алдыңғы қатардағы орындықтарда тапжылмай отырды. Тек құлақ түбінде масаның ызыңы баяу естілгендей. Екеуі де бұл құпияны бір-біріне білдірмей құлақ түбін сипады. Бір мезет ызың алыстан сарт-сұрт еткен ұрдажық дыбыс шыққандай болды. Адам құпияны іште сақтай білуімен адам. Адамдықпен де, қарауылдықпен де адам. Сөйтсе жұрт сатыр-сұтыр қол соғып жатыр екен. Хабаршығыз сөйлеп кетті. Енді сахнаға екеуінің алақанында үрпек деген арманы Алтынай жай басып шыққанда баяу тербеліп бір әнді бастады. Жұрт отырған орындықта иықтарын қозғалақтап әнмен бірге баяу тербеле жөнелді. Алтынайым-ау, қалай есейіп кеткенсің? Сенің де қыз кейпіңе түсіп, бой жетіп қалғаныңды қалай білмегенбіз. Бөлектеніп, омырауланып қалыпсың. Өрксайда кездескен Аяжаннан айнымай қалыпсың-ау өзің. Әкесі осылай өз ойынан өзі болып отырғанда құлағында қай деген жалғыз ауыз сөз естілгендей болды. Жұбайы жалт қарады. Қай сөзінің соңы қайықта болып естілгенде? Аяжан көз сұғын қадағандардан қымсынбай әзімнің қолын қатты қысып, үлкен театрдағы ақсүйектер секілді үй жұмысында иғанған сүйелді алақанын күйеуінің күректей алақанының үстіне қойды. Хабаршығыз тағы да хабарлап кетті. Ызың-ызың, сосын сатыр-сұтыр дыбыстар Аяжанның басын білдіртпей шымшып, шымырлатып әкетіп барады. Тырс-тырс дүниеден тіршілік даусын естіген алапат сезім әзімде басым еді. Бірақ ол еркектік төзімге салып тапжылмай отыр. Алтынай тұла бойы тұңғышы, екеуінің де арманы мен өксігі ұзын көйлегін төмілжітіп сахнаға қайта шықты да, еркін таныстап, құшағын жазып, айналдым ақ маңдайлым деген әнді айтты. Бұл анық естілді. Көзі тұманданып кеткен Аяжан сол қытып ерінің қолын қатты қысты. Құлағы күңірлеп, мың сан сөздер 20 жылдан аса жарықта қалған ән әуені санасын тұмшалап, бір тұнық иірім түбіне тартып бара жатты. Сөз қандай көріктісің, тіл қандай құдіреттісің. Өз тілің мен өз әуенің болмаса, мынау мылқау дүниеде жер басып жүруің кімге керек? Айналайын ақ маңдайлым,
Ақылдым да балтаңдайлым. Көзінен жас сорғалаған Аяжан орнында шыдап отыра алмай қозғалақтап кетті. Оны нәпсі буып отыр еді. Өріксайдағы өмірге салған өрнегі сол бір дүнияви сәтті есіне түсіріп, 62 тамырын иіп әкетті. Алтынай барынша иілді де тағы бір әнді бастады. Анық болмаса да, әннің сөзі емсеміз құлаққа естілді. Ұмыт болған сағынған сөздер. Естімесем де, түн бойына егіліп, ет жүрегі езіле аңсаған сөздер. Батырым, баяндым, ақ көңіл аяулым, дарған той базарлым, ақ сұңқарым. Әзім Аяжанға жалт қарады. Ол да бәрін еміс-еміс естіп отыр еді. Осы сәт тұла бойы тұңғышы әуенге қосылып айтқан сөз құлағына анық жетті. Еркектік емірле сезіммен ол да жан-жанарының қолын қатты қысып жіберді. Адамның көзінен аулақ кетіп, өмірдегі өшін көз жасымен алып, жер дүниені басына көтеріп, еркек басымен өкіріп жылағысы келді. Бірақ сахнадағы жарқ-жұрқ еткен алтынайымды қалай қиып кетем деп, өзіне өзі бас су айтты. Ол әнді аяқтап, төменге иілгенде Әзім Аяжанды қолынан ұстап, бірінші қатардан сыртқа қарай сытыла жөнелді. Оң жүзін жас жуған жұбайы да қолын тартып алмастан еріне ере қарады. Қызы ән айтып болғасын, басқаларды қайтсын, дәл бір бәрін естіп отырғандай деп жайлы жайғасып, жайбарақат сөз сілтеген біреудің даусында естіп қалды. Мен енді сөз еститін адаммын, сенімен теңмін, жауабымды ертең беремін деп, көкірегі атойлап айқай салып тұрған Әзім мәдениет сарайының алдына шыққанда, ақ маңдайлым, деді жұлып алғандай жұбайына жалт қарап. Ақ сұңқарым, деп Аяжан еңіреп жылап, Әзімнің иығына асыла кетті. Екеуі қосылып солқ-солқ етіп қоймастан көз жасын бұлады. Шақырым жарымдай жердегі шаңырақтағы жаяу жеткенше ағыл-тегіл ақтарыла боздады. Шақырым жарым жолда ширек ғасыр иыққа мінген мылқаулық пен саңырау өмірдің ащы запыранын сыртқа шығарды. Жан сарайлары жеңілдеп, ешкімге жаулығы жоқ таза болмыспен қызыл тілді қынаптан қайта шығарып, арпалысы көп дүниеге тілі бар көптің бірі болып тағы да қайта оралды. Сол сәт қол ұстап, иықтасып қосыла күлді. Бір-бірінің қалай жылағанын мазақ еткендей ақ жарқын пейілмен ақтарыла күлді. Күлкіні де, сөзді де тосырқап қалыпты. Көп сөзді айтайын десе екеуі бірдей естеріне түсіре алмай, арагідік 20 жылдан аса жан серік болған саусақ ұшын жалдап та жіберді. Адамды тілінен айырған қандай азап. Бұл азапты тілі бар тірінің басына бермесін. Қоп қою түнде екеуі қол ұстасып сөйлесіп келіп есік алдына тақай бергенде, жылы суын алып дәретке шыққан Әзімнің әкесі, қасапшылықтан қолы қалтырап қалған Әбдуәлі ақсақал құманына ие болмалмай дір-дір етіп шалқасынан түсті. Баланы қуған қара бұқа қарсы алдынан кесіп өтіп, үшкір мүйізінің ұшымен құманын іліп әкетті. Бармай-ақ қойыңдар деп едім, осыны айтуға ғана тілі жетті. Қою түнде Әзімнің көз алдында қара бұқа көлдеңдеп қаннен қаперсіз маң-маң басып кетіп бара жатты. Аяжанның көз алдында отқа оранған жерпеке лаулап жанып, орнында қалған бықсығынан қара түннің қою түнге ирелеңдетіп сіңіп барады. Шалдың бетін жуып, оң жаққа қоя бергенде ән шырқап болып, жеңілдеп келген Алтынай бір-бірімен сөйлесіп жүрген әке шешесін көріп, табалдырықта сілейіп тұрып қалды. Ағайын туыстың басы қосылып, жарықтықтың жақсылығын айтып, өкілді жоқтай бастады. Олар оң жақтағы мәйіттен емес, дауысы салып отырған Аяжан мен қатарда тұрған Қайран әкем-ай деген Әзімнің сөзінен сескенді. Қыздары ән салған күні мылқау әке шешесінің тілі шығып кетіпті деген сөз ауыл үстінде әндей қалықтап тұрып алды. Солардың сөйлеп келгенін естіп, Әбдуәлі қасаптың жүрегі жарылып өліпті деген сыпсың сөз де ащы түтіні тік өркеден ауылға тез тарап кетті. Сөз де күн мен көлеңке сияқты. Біз сөзге бір сөз
ербеңдеп еріп жүрмесе сөз бола ма? Сөзбен сағынып көріскен екеуі дүниеде тілге тұсау салынбай сөйлеп тұрған перзентімді Құдай қызыл тілден айырмаса екен деп басқаларға білдірмей көкке қарап алақандарын жайып жүр.